Намаз оқитын қыздардың неге беті әппақ болады? Өйткені олар косметика қолданбайды, күніне 5 уақыт намаз оққанда 5 уақыт беттің терісін тазалап жуып отырады. Ал намаз оқымайтын қыздар беттеріне әртүрлі косметика қолданады. Олардың сапалысы бар, сапасызы бар. Сол сапасыз косметиканы қолданған кезде бет терілерінде әртүрлі проблемалар пайда болады. Өйткені сіздің бетіңіздегі тері демалмайды. Сол тері демалмағаннан кейін ол жердегі сіздің теріңіздің өзінің табиғи қасиеттерін жоғалтады. Одан кейін сіздің бетіңізде әжімдер пайда болады. Осындай жағдайлардың барлығының алдын алу үшін сізге не істеу керек? Осыларға сізге көмектесетін мынандай активатор клеток деген бар. Бұдан адам ағзасына пайдалы толқындар шығарады. Сол арқылы жаңағы адамның денесіндегі, бетіңіздегі, қолыңыздағы, денеңіздің кез келген жеріндегі ұйықтап қалған спящие клетки дейді ғой, дұрыс жұмыс жасамай жатқан клеткалардың барлығын оятып, активировать етіп, активатор клеток аты, солардың барлығын қозғалысқа келтіргенде сіздің жаңағы теріңіздегі проблемалардың барлығы кетеді.